Жалпы дропер дегеніміз кімдер? Негізі оны құқықтық тілде ақша мулдары деп атайды негізі. Мул сөзінің жаңа семантикалық аудармасын қарайтын болсақ, ол жаңағы қыңыр есек деген мағынаны білдіреді, есірткі тасымалдаушы деген мағынаны білдіреді. Енді дропер дегеніміз ол өзіне қарапайым тұлғаға банк картасын ашып, сол карта арқылы заңсыз ақша айналымын жасаушы қарапайым адам. Ол дегеніміз, яғни өзінің банктік картасы арқылы басқа да қаражаттарды өзіне құйып алу мүмкін, қаражатты оны аудару мүмкін, немесе өз картасына салып, оны шешіп алып, апарып беру мүмкін. Дәл сол қарапайым азамат ортадағы картаны ашып, жаңа өзінің картасы арқылы әрекет етіп отырған азамат, ол дропер болып табылады. Негізі дроптардың 4 түрі бар. Бірінші олар қолма-қол ақшаға айналдырушылар, екінші жаңа транзиттік аударым жасаушылар, үшінші құйып берушілер, төртінші универсалдар. Универсалдар дегеніміз ол осында көрсетілген барлық әрекетті жүзеге асыра алатын дроптар болып табылады. Қолма-қол ақшаға айналдырушылар дегеніміз ол өзінің картасына салған ақшаны шешіп алушылар. Жаңағы транзиттік аударым жасаушылар дегеніміз өзінің картасындағы қаражатты екінші дропқа аударушылар. Ал құйып берушілер дегеніміз дроптар көрсеткен картаға, реквизиттерге ақшаны құйушылар. Тура солай осы 4 әдіспен дроптар жұмыс жасайды. Негізгі олардың жұмыс жаңағы жасау ұзақтығы 3 ай мен 18 ай аралығында жүзеге асырылады. Күніне бір картадан 20 транштан, яғни 20 транзакция жасау мүмкін.